Кетіп ала берем онда. Мен бұл сәтті асыға күттім. Өйткені бүгінгі күнге сенімім мол. Бүгіннен бастап мен өзгердім. Мектепке ерте барып, көлдерге су құйып, сыныпты ретке келтіріп, сыныптастарыммен және ұстазымды қуантуға бел байладым. Ей, не істеп отырсың? Қалай істеп отырсың? Сабақ келдім. Ей, сабақ несі? Бүгін жексенбі ғой. Қайтыңы? Ё-моё, еңбегім босқа кетті. Екі қосу екі төрт, жүрегім сендесе өрт, тақтада жазылып тұр, сынып жұмысы classwork. Exercise number 3, біздің мұт, біздің көңілге, білім өмір шырағы, оны сүйсен менше сүй. Сыныпта Спарталас, бізді көңіл ғажап қалам, ешқашанда таусылмас. Сыныпта Спарталас, бізді көңіл ғажап қалам, ешқашанда таусылмас. Пам 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 о, пам пам парам парам о, пам 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 о, пам 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 парам о. Бір жылдың өтіп кеткеніме, келдік жаңа белес өткеліне. Естен кетпес естеліктер шағы, сағындырып мені кеткеніңе. Бірге отырған құрбым парталашы, жиған білім сені арқалады.
қалмасын, үлкен кезең өтіп тұр алдыңда, сендік таза сезім тарқамасын. Сымбат, сен не істеп жүрсің? Бүгін демалыс қой. Опана! Бұл Айханым, сыныптағы ең ақылды қыз. Сыныптың бәрі осы қыздан көшіреді. Айханым болмаса, сынып құлайтын шығар. Дем демалыс екен, маған қиын жағдай етті. Не ғой, өзің не істеп жүрсің? Мен физикадан қосымшаға бердім. Онда ертең маған көшіруге бересің ғой, физикадан? Жарайды, беремін. Бірақ сен тек көшіре бермей, түсінуге де тырыссаңшы, сонда мен деймін ештеңе. Жарайды, тырысайын. Алло? Нұржан жоқ. Көмек керек? Қай жерде? Аха, қазір барамын. Сөзге кішкентаймыз. Сол үшін жинақпай жүрмен асқан кішкентай қыз. Өмірде мұқайға біз сағынбаудың жолы жалғыз. Кім білсін тағдыр жазса біздер қайта жолығармыз. Бұл жігіттің аты Ғұмыр. Маған жанашитын адамдардың бірі. Өзі момын болғанмен уәдеге берер жігіт. Қалай ойлайсыңдар, осы видео күшті шыққан сияқты? Әдемі шыққан. Тағы сәл дайындалсам, бұдан да жақсы видеолар түсіруге болады негізі. Менің бар ғой, үлкен күшті идеям бар ше. Бұл Нұрғиса, оның ата-анасы кішкентай кезінен өнерге баулып өсірген. Біздің сыныптың бетке ұстар әншісі, болашақ өнер адам. Өзіміздің сыныптың балаларын жинап бір күшті үлкен видео түсіргім келеді. Сыныптың баларын жинап дейсің бе? Менде де оған бір ай бар, бірақ екеуінің көмектерін керек маған. Біз дайынбыз. Біз дайын. Pam 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 oh pam pam param param oh pam 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 oh pam 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 param oh. Привет, е? Осыны абайлап жүр, ема? Аға, түскі ас кезінде жоқ болып кетпеш, қарным ашады. Жарайшы. Кетіп қалды. Кешегі футбол өте күшті ойды, гол салған жері бар емес пе? Маған жақындаушы ма? Мені мүлде танымайсың. Сабақ біткесін осы жерде жолығамыз. Түскі ас кезінде маған тамақ алып келмейсің бе? Өзің алып үстіңді бұлғамайыш. Мен позорым шашпашы, а? Жарайды. Здравствуй, Сулифа ма? Я. Сулифа. Бұл Қыдырәлі мен Аяна. Бұл екеуінің біздің классқа еш қатысы жоқ. Бірақ не үшін таныстырып жатқанымды артынан түсінерсіздер. Мен келдім. Кеттік. Қыздар, сендер мен бір тикток түсіріп статистикам көтере алсам қалай қарайсыңдар? Бізден одан не пайда? Менің сендерге сыйлығым бар. Рахмет! Кетті. Тұра тұрыңдар. Тек қана бір видео. Келістік.
шоколадты жеп қойдың? Қалай сен өзің шоколадтан? Ол мен столымда тұрды ғой. Оны бізге алмас берді ғой. Алмас? Мен сендерге шоколадты бердім, мен кінәм жоқ. Туй! Видео күшті шықты. Бұл Алмас тиктокта бізден үйреніп жүр, бірақ оны мойындамайды. Сабақты жақсы оқиды. Алмастан көшірсең 2 алмайсың. Мен жаңа ғана керемет сәттің куәсі болдым. Назым, инстаға салма. Бірақ саған не айтты, не айтпадым. Сәлем достар, сіздермен мен Назым, мен осы сыныптың инста-блогерімін. Ал бұл біздің сыныптасымыз Ғазиза. Ақылды өзі сөзіне қайтпайтын қыз. Мен ше, Назым? Ал бұл Арайлым. Спортпен айналысқанды жақсы көреді. Ұлдармен төбелескенді, одан да қатынды жақсы көреді. Міне солай. Сәлем достарым. Қыздар, жігіттер, қалайсыңдар? Жігіттер, қыздар, тынышталайықшы. Менің Сұңғат досымның сендерге айтқысы келетіні бар. Я, қыздар, жігіттер, дұрыстап тыңдайықшы. Жігіттер, қыздар, бізге неге жиналу керек сияқты. Алдында ол апайды ренжіттік. Сұңғат неге аяқ астынан ақылды болып қалдың? Ол саған жиналу керек. Ой, Сұңғат, қойшы. Алдында ол директордың кабинетін кездесіп тұрғанда бізге шағымданды. Сұңғат, сен қашаннан бері класстың атынан шешім қабылдайтын болғансың? Мүмкін сол терезені шаққанда көзің шығарсың. Айхан, мына Тарканның не айтып отырғанын сен естідің бе? Иә, не деп тұрғанын естідім. Бұл Әлихан, классымыздың атаманы, бірақ өте мейірімді жігіт. Бұл кістен біздің мектептің атын шығарып жүрген жігіттердің бірден бірі. Алихан, сен аяннан қалғанда ақыл сияқты едің ғой? Не едің сен? Не естідің сол? Енді бәрі бітіп сендерге төбелес қалды ма? Онсыз да сабағын көрімдерің нашар. Терезені ол шақыңдар. Сұңғат, Аян, сендер осылай неге сабақтарыңды оқымайсыңдар, Сонда не сендер мүлдем болашақтарыңды ойламайсыңдар ма? Мен сендердің болашақтарыңды ойласам. Апай, сізде бәрі дұрыс па? Апай, не болды сізге? Апай, не болды сізге? Апай, бәрі сіздерді кесіп. Так, ұлдар, осының барлығы сендердің кесірлерінен. Иә, дұрыс айтасың. Мен сендерге айттым ғой, жиналайық деп. Саған жаңағы жетпеді ма не? Жетпеді. Қойсаңдаршы, болды ғой. Не болды сендерге болғысы? Жігіттер, қыздар, Сұңғаттың сөзінің жаны бар. Бізге шынымен де жиналу керек. Дәрежесі ең төмен сыныпта оқып шаршамадыңдар ма? Ұялмайсыңдар ма? Мектепке күлкі болып болдық қой. Менің де айтқым келгені осы еді. Мен Сұңғатпен келсем, менде бір идея бар. Сенде бір идея бар ма не? Аяқ осылай болды. Сұңғат дұрыс айтады. Мысалы, үлгерімі төмен оқушыларға сабақты жақсы оқитындар көмектесін да? Иә, әрқайсымыз пәндерге бөліп алайық. Мысалы, Айханым, Шұғыла, Назым физикадан көмектесін, мен қазақ тілінен көмектесе аламын. Біз Ғазиза екеуміз химиядан көмектесейік. Ұлдар, қыздар,
ертеңнен бастап тәртібімізді дұрыстап сабақтан қалмайық. Иә, ертең апайға шоколад пен гүл әкелейік. Ертең барлығымыз сабақ оқып келейікші. Иә, оқимыз. Я деп осы жерден қалып кетпейікші. Шынымен оқып келейік. Сабаққа ең басында айналып келейікші. Апай, Арайканы бола ма? Жоқ, болмайды. Апай, Аянды бола ма? Жоқ, болмайды. Сулифа. Онда, апайдың көңіл-күйін көтеру үшін тиктокері бар. Bir рет билеп берсеңдерші, ең болмаса бір көңіл-күйіміз көтеріліп қалсын. Әуелі біздің шоколадтарымыз қайтып берсей. О, шоколадтар әлі қайтпайды-ау. Барса келмес кияттан ғой. Барса келмес деген біздің Марал ғой. Оған бірдеңе берсең қайтпайды. Заңғар, көселемеш, ха? О, шын ғой. Маралға берген заттарымыздың әлі біреуі де қайтқан жоқ қой. Той, жігіттер, сендерге сеніп жүрген біз де ақымақпыз. Жи, қойсаңдаршы. Марал, ренжіме. Жеге шынымен де қойсаңдаршы. Не? Мен емес, шын айтам. Апайдың көңіл күйін көтеру үшін біздің Нұрғиса деген әншіміз бір ән айтып жіберсін да. Қойш құрсын, ол өлең айта бастасам, біздің барлығымыздың көңіл күйіміз түсіп кетеді. Иә. Нұрғиса, сен кешір, бірақ өлең айтуды қоясың ау. Айтсаңдаршы енді? Нұрғиса, сен ренжіме, біз барлық сынып болып сені алдып жүре алмаймыз. Айтсаңдаршы сен де. Сол дейді қоясың ғой чекең. Көңіл жоқ қой. Біздің класс шаршатты ма? Жоқ, жалпы әлі үйренсе қойған жоқ шығармын. Апайдың жағдайы қалай болды екен? Уайымдама, бәрі жақсы болады. Айтпақшы, сен қай автобуспен қайтасың? 54-ші автобуспен. Онда жолымыз бір екен. Кеттік, бірге айтайық. Кеттік. Сыныптас, бірталас, бізді көңіл ғажап қалам, ешқашанда таусылмас. Сыныптас, бірталас, бізді көңіл ғажап қалам, ешқашанда таусылмас. Қалайсыңдар? Қалай? Кино ұнады ма? Егер де кино ұнаған болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңдер. Бізде алда кастинг болады. Егер де Нұрсұлтан қаласында тұрсаң, сол кастингке қатысып, бізбен бірге киноға түсуіңе болады. Астындағы номерге хабарласып, толық ақпаратты біл.